Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын осындай мак қосылған булочка дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші жылы сүтімізге қант немесе бал қосамыз. Одан соң біз 3 жұмыртқамызды осылай қосып алып, біркелкі болғанша араластырамыз. Және ашытқы қосуды ұмытпаймыз. Одан соң ұнымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп отырып, елекпен саламыз. Басында винчиктің көмегімен араластырып отырып, одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Және қамырымызды илеп болған соң, бөлме температурасына жұмсақ сары майымызды қосып, тағы да бір илеп аламыз. Қамырымызды илеп болған соң, бірнеше сағатқа бетін жауып осылай ашытып қоямыз. Одан кейін біз начинкасын дайындаймыз. Начинкасы үшін бірінші осылай ыдысымызға магымызды салып алып, ыстық қайнаған суды құямыз да, жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Жарты сағат өткен соң, мактың суын сырғып аламыз да, үстіне осылай қант қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі болғанша араластыру қажет. Біздің қамырымыз осындай пышный, өте жұмсақ болып ашып шықты. Одан соң осы қамырды теңдей етіп, 2 бөлікке бөліп аламыз. Және де қазір булочкамызды жасағанда ыңғайлы болу үшін осылай пергаменттің үстіне жаюымыз қажет. Біздің қамырымыз 4-бұрыш формада жайылуы керек. Біздің булочканың қамырының формасы осындай 4-бұрыш болу қажет. Одан кейін біздің бағанағы мак начинкамыздың тең жартысын осылай салып, қасықтың көмегімен біркелкі етіп жайып шығамыз. Содан соң видеодағыдай мен сияқты біздің қамырымызды теңдей 3 бөлікке осылай қолымызбен бөліп белгілеп аламыз. Содан соң қағаздың көмегімен осылай көтеріп, бір-бірінің үстіне рулет сияқты орап аламыз. Одан соң біздің қамырымызды қатты жіңішке немесе жуан етіп емес, осындай орташа формада кесіп аламыз. Сосын біздің булочкалардың формасын жасаймыз. Басында негізі қиын болуы мүмкін, бірақ видеодағыдай осылай әр полосканың біреуін алып, кішкене созып аламыз да, осылай орап, соңында доңғалақ формаға келтіріп, 2 шетін біріктіреміз. Басында мүлдем шықпауы немесе қиын жасалуы мүмкін, бірақ бірнеше жасағаннан кейін оп-оңай жасалынып кетеді. Осылай біздің булочкаларды әдемілеп жасап болғаннан кейін, жұмыртқаның сарыуызымен кішкене сүтті қосып, осылай бетіне кисточкамен жағып шығамыз. Біздің булочкаларды 250 градуста 10 минуттан асырып, беті қызыл болғанша осылай әдемілеп пісіріп аламыз. Сонымен біздің осындай нәзік және ерекше болып шығатын булочкаларымыз дайын. Дәмі сізге ұнарына сенімдімін. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде комментарийге өз пікіріңізді жазып, каналға тіркеле кетуді ұмытпаңыз.